авторын айтпасам болмайды. Қазақтың маңдайға сыймай кеткен жас ақыны Оразалы Досбосын деген білесіздер. Сол кісімен Бақыт Беделхан деген екі бауырымның шығарған өлеңдер қабыл алыңыздар. Ұлы жүзге барсаң қорған болсын, орта жүзге барсаң қормал болсын, кіші жүзге барсаң жорған болсын, төременен төлеңгітке барсаң олжаң болсын, қожаменен сулаққа барсаң қасыңда білімді молдаң болсын деп мына дінді алып келген 4 тілді айтып жатырмыз. Ұлы жүзден бастайын. Қазақ болса жалайыр болсын, айналасы толған ағайын болсын, сол ағайын қызығымен арайын болсын. Қазақ болса сары үйсін болсын, ал үйсінді бүкіл алаш танитын болсын. Қазақ болса қаңлы болсын, ханның алдында да арлы болсын, айтқан сөзі нәрлі болсын, абырой беделі мәңгі болсын. Қазақ болса сіргелі болсын, бүкіл жұрты іргелі болсын. Қазақ болса шаншқылы болсын, мен деген намысты ұлы болсын. Қазақ болса ошақты болсын, жігіттер жасақты, найзалар шашақты болсын. Қазақ болса ысты болсын, Алатаудай күшті болсын, қонайықтай жүрегі түкті болсын. Қазақ болса шапырашты болсын, алты құрлықпен бірдей қатынасты болсын. Қазақ болса албан болсын, алталашқа арман болсын. Азаматтар жер тарпыған тарпан болсын, рухы хан тәңірдей заңғар болсын. Қазақ болса суан болсын, шыңға біткен шынар болсын, сол биікке жұрттың бәрі құмар болсын. Қазақ болса дулат болсын, айналасы жұмақ болсын, балалары бір жанған шырақ болсын. Бәйдібек бабамның қара шаңырағына Құдай қуат берсін деп, қара шаңырағы дулаттар жасасын деп қояйық. Енді алтата орта жүз батыр елі керек. Қазақ болса арғын болсын, ақыл білімге алғыр болсын, салған жолы даңғыл болсын. Қазақ болса найман болсын, қанатын кеңге жайған болсын. Жарты әлемді жайлап жатқан наймандардай қайдан болсын. Қазақ болса керей болсын, қолтығымыздан демей берсін. Шыңғыс ханның өзін шырылдатқан Тоғорыл хандай мерей берсін. Қазақ болса қыпшақ болсын, мықтымын деген жағасынан барып ұстап көрсін. Қазақ болса қоңырат болсын, барған жер бір шаңырақ болсын. Шыңғыс ханның нағашысын жаман дегендер қаңырап қалсын дейді. Қазақ болса уақ болсын, айналасы толған шуақ болсын. Деймізде еңді нағыз батыр ел, 3 атадан тарайтын 25 ата кіші жүзім бар. Қазақ болса алшын болсын, қолында күміс қамшың болсын. Қазақ болса әлім болсын, алталашқа мәлім болсын, әлім төріңде отырғанда күт алатын әлің болсын. Қазақ болса 12 ата байылы болсын, ел жұртына қайыры пайымы болсын. Қазақ болса 7 ата жетіру болсын, ұрпағы өліп өсіп, арманы жетілу болсын. Қазақ болса табын болсын, жүрегі от жалын болсын. Қазақ болса тамы болсын, тама болсын, шама болсын. Қазақ болса жағал байлы болсын, жігіттер жағдайлы байлы болсын. Қазақ болса шекті болсын, қыздары қыз жібектей текті болсын. Қазақ болса жаппас болсын, жаратқан өз соған жақтас болсын. Қазақ болса беріш болсын, жүрген жері өріс болсын. Бәрін айтта бірін айт қысқартайын. Қазақ болса адай болсын, но адайлардан абай болсын. Өйткені адай деген батыр халық, алталаш талақанына салған қазақ деген ақын халық. Мейлі қазақ болсын, азақ болсын, ең бастысы болашағы ғажап болсын. Ұйыған ұлты болсын, асқақтаған рухы болсын, 18.000 қаламның құпиясын ашатын кілті болсын. Қандасыппын дегенің бәр түркі болсын, сол түркі түгел қазақтың жұрты болсын. Сол түркі қазақтың жұрты болса, отырған 300.000 қазағымы бір оянып сілкінесін деп жасасын қазағының ұрпағы деп өзімізге өзіміз бір қошемет. Ой, азамат. Алтеке.